Баршаңызға сәлем. Бүгін шоколад қосылған айраннан панкейк дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады, балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап қантымызбен араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Қант 3 қасық салдым. Сіздер өзіңіз дәміне қарай тәтті болғанын қаласаңыз, көптеу салсаңыз болады. Содан соң бөлме температурасындағы айранымызды құямыз. Айранымыз маңызды емес, пайыздары кез келген пайыздағы айран болады. Содан соң ас содасын саламыз, жарты қасық. Жақсылап араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Содан соң бір келкі масса болғанша араластырамыз, және де 1 шай қасық разрыхитель саламыз. Не осындай болады біздің массамыз. Сосын сұйық май құямыз. Сұйық май 3 ас қасық сұйық май құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Біздің қамырымыздың массасы осындай болады. Қатты сұйық та емес, қатты қою да емес. Содан соң табамызды қыздырып аламыз, және де табамызды кішкене майлап аламыз. Осылай бір қасықтан салып, үстіне шоколад саламыз. Кез келген шоколад болады. Осылай бетіне жарты қасықтан салып, жауып қоямыз. Астын қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Балдарыңызға ұнайтын керемет таңғы асқа немесе бескі шайға жасап берсеңіздер болады. Мінекей екінші жағын аударып көрсетейін. Мінекей биік, пишный болып шығады. Қараңыздар, көтерілген, күшті болып, арасы шикі болып қалмайды. Оттың астын, яғни орташа отқа қоямыз. Қатты қоймаңыздар, қатты қойсаңыздар піспей қалуы мүмкін. Сондықтан орташа отта пісіріп аламыз. Тағы да біреуін көрсетейін. Осылай мінекей шоколадымызды ортасына салып, мінекей осылай екі жағын қызартып, әдемілеп пісіріп аламыз. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар, менің Instagram парақшама бөліссеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Қараңыздар, ортасындағы шоколады да еріп, әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап балапандарыңызды қуантыңыз.